Бірші бала қырып қойыңыздар, тайға келіп сезінейік ардағайын. Айналайын адамдар, бәрін қараңдар, бір Алламыз жаратқан 18 мың ғалам бар. Сал ғаламның ішінде думан тойды жасайтын жұмыр басты адамдар, Әбдірахмандай ағам бар, Гүлжәмиладай жеңгем бар, бүгінгі өз сыңарын тауып жатқан жадырадай қызым бар. Тойың тойға ұлассын, тойымызға қош келдің. Айналайын жараңдарды дуалша бола қырып қояйық ардақтағайын. Бүгін міне қысылып, күміс қасықтай ысылып, қоғамда болып жатқан дағдарысқа қарамай, ұлдары ұлықты, қыздары қылықты, қаржы ойыптыр әулеті. Осы бір әулеттің текті бір мүшесі Әбдірахмандай ағамызбенен Гүлжәмиладай жеңгеміздің шынайы махаббатына дүниеге жадырадай қызымыз өзінің өмірлік Русландай тірегін тауып жатса, Русландай ұлдарыңыз өмірлік жүрегін тауып, екі жас үй ішінен үй тігіп, бір қуанышты екеу қылып, екі қуанышты жетеу қылып, көңілдерді көл қылып, бір үйді бір ел қылып жатқан жайы бар. Ендеше қуаныш баршамызға бол салайық, ағайын бейбилеге ән салайық. Бүгінгі өз сыңарын тауып жатқан жадыра қызымызды орнымыздан тұрып қарсы алайық. Десекте аттан жығылсақ та, салттан жығылмаған арғазақтың ұрпағымыз екі тартпа болса да қиысқанға жетпейді, қанша алыс болса да туысқанға жетпейді. Алтыннан шапан кисең де жағаменен жең керек, әкең патша болса да ағайын туыс ел керек деген арғазақтың ұрпағымыз. Қарты бар елдің қазынасы бар деп, әулетіміздің үлкендері Тұрсынхан атамыз бен Зүбайхан апамыз шақырып, бүгінгі тойымыздың бет-пердесін тірі болсақ дейміз кәні. Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум, деп тағы бір айтайын, осы тойдан сіздердің бір билетін қайтайын. Жақсының жақсылығын асыратын, жаманның жамандығын жасыратын, той деген жаратқанның сыйы болар, ортаға кәрі жас шақырады дейді. Бойыңды көрсін, ел көрсін, жеткендей болып тұрсын ғой арманыңа, іліндіріпсің жадырадай қызды қарымағыңа. Бүгін міне бір басың екеу болып жатыр, көңіл күй қалай өзін арманлай ма? Әбекең айтты, бүгінгі тойда активный қатысып отқан қонақтарға мыңдық актив береміз деді. Жақсы қатысып отқан қонақтарға иіс сабын, настроенесі болмай, көре алмай отқан қонақтарға кір сабын береміз деді. Рас па Әбекең? Одан кейін Әбекең айтты, менің тұңғыш қызым, мен қызымнан ештеңені аямай, бүгінгі тойда ең көңілді отырған столға бір аптаға демалыс орнына питовка береміз деді шәуілдерге. Рас па? Соны анықтап алайық енді. Бүгінгі тойда ең көңілді отырған стол қайсы екен, сіздер шапалақпен білдіріңіздер. Бүгінгі жадыраның тойында ең көңілді отырған стол қайсы? Жылы шала-шылы бар, тағы да бір сұрақ көрейік. Бүгінгі қуаныштағы ең көңілді отырған стол қайсы? Мына беке, көріп жатсыз, бәрі де қуанышты, бәрі де бүгінгі сіздің рахметшіктер. Бүгінгі қуанышыңызға қуанып, қолға татулық деп туалып, тарыдай шашылмай, жұдырықтай жұмылып, бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай болып келіп жатыр. Енді бүгінгі жаңа құда-құдағиларыңыз бар. Русланның ата-анасы. Сол кісілерді барып, алақанға салып, жақсылап билетіп ортаға алып келсеңіздер ғана. Ал жігіттер қолдап қаптаймыз. Құда-құдағи бақытты бағалай білмеген бақтарымыз, қуанышқа қуана білмеген құттарымыз деп. Қыздар, қызғалдағы өңірдің таусылмайтын ән өкейі көңілдің. Сендер барда махаббат бар, ұрпақ бар, мәні жоқ қой өздеріңсіз өмірдің. Сендер менен әсем менің қаламда, көріктеніп көрінір кең даламда. Бар ма асыл бүкіл мынау қаламда. Аялайық қызметкенді жігіттер, өйткен олар қуаныштар үміттер. Гүл сыйлайық, жыр сыйлайық ардайым, тарқап кетсін бойдағы бар күдіктер деп асабан алқасына